Әдетте бүгін сіздермен эфирде менмін. Аты жөнім Жанар Төлеуовна. Антиоксидантпен біздің зат алмасуды қандай байланысы бар? Қандай әсер береді ол? Зат алмасу деген негізі не ол? Біздің ағзамызда Алла тағала сөйтіп жасаған. Зат алмасу процесі өте жылдам өтеді. Өте мықты өтеді. Соны қалайда қазір біз о жерге қалай қиянат жасап жатырмыз. Өзіміздің ішіміздегі зат алмасу заттарға, зат алмасу процесіне Алла тағала біздің ДНК дегеніміз бар. Сол ДНК-ға қандай жылдамдықпен біз ішкен жегенімізді қалай қорыту керек, қандай фермент қорыту керек, ол не істеу керек, қандай витамин қосу керек, қандай минерал керек, соның бәрін реттеп отыратын запись бар, инструкция бар ДНК-да. Содан ДНК тура сонымен жұмыс істейді. Адам баласы қазіргі 21 ғасырда мүлдем ақмақ болған сияқты. Рекламаны тыңдайды, өзін денесімен өзі сөйлесе алмайды, миы анализ жасай алмайды, қисынға көнбейді. Қисынға келмейді. Қисын деген логика. Ойлану қабілеті өте төмендеп баратыр, бәсеңдеп баратыр елдерде. Оған қандай әсер етіп жатыр? Неге кез келген нәрсеге адам баласы алданып жатыр? Мен соған таң қалам. Ойбай профессор айтты деп, аты профессор болса болды. Болмаса ойбай ана Қытайдан біреу келді деп, ат тонын алып со жаққа жүгіреді. Үйдегінің бәрін соның алдына тастайды. Нәтиже жоқ болса да, ойбай керемет, мен профессорға барып, анаған барып, пәленбай ақша бердім деп мәсенге жаңағы бәсекеге кетеді әуелі. Бірақ нәтиже алмайды. Сондықтан осыны айтып отырмын да, қисынға келмейтін әрекет істеп жатыр. Неге? Енді бұл жерде адам баласына жан-жақтан қысым көрсетіліп жатыр. Реклама деген ұрып жатыр. Небір жаңағы академик профессорларды жалдап, дүзу жолдан тайдырып жатыр. Соның бірі холестерин деген бәлемен күресу басталған. Естеріңізде бар шығар, ойбай холестерин деп жаңағы бізді қорқытып, сонымен күрес басталған. Енді мүлдем тек қана дәріхананың затымен, доктор айтқан нәрсемен ғана соған сену керек деген миымызға әбден құйып тастады. Бұрынғы шөптен жасалған осындай табиғи өнімдер келекеге апарып, келекетіп, олардың күші жоқ, оның шамасы жоқ, олардың айтқаны өтірік, лохотрон дегенді миымызға сіңдіріп жатыр. Неге екенін білмеймін, біз оны қабылдап жатырмыз. Соны сіздерге бүгін мына қолымда керемет кітап бар, код метаболизма деген. Осыны Кэтрин Шенахан жазған, доктор медицины США, биохимик, генетик жазған кітап. Осы жерде бұл кісі метаболизмға, яғни зат алмасу процесіне күнбағыс майы деп бізді өтірік алдап сатып жатқан, соған біз тамақ істеп жатырмыз. Сол қандай кері әсерін келтіріп жатқан мына кітапта толығымен жазып беріп отыр. Бір кітап арнады осы проблемаға. Осының бәрін зерттеді генетик кісі. Бізді түзу жолдан тайдырып отыр. Сондықтан сұрап жатқаным, тамақты қандай майға жасап жатырсыздар? Мына жерде бүкіл дәлелі бар. Міне, оқып берейін. Проблема не в том, дейді, что диетология безнадежно сложна, дейді. Проблема в том, что наукой и питанием правит группа людей, имеющие особые интересы. Это прежде всего политика и деньги, дейді. Сондықтан осындай өте күрделі заманда біз өзіміз ойлау қабілетімізді дұрыс сақтауымыз керек. Өйткені бала шаға бар.
бала шағаға дұрыс жол көрсетуіміз керек. Енді антиоксиданты, қойшы ол не дейсің, ол андай, ол мындай деп сөйлеген адамдарға бүгін бәріне сол жауап берейін деп тұрмын. Антиоксиданттар зат алмасу процесіне қалай, мына айджисераны не үшін мен таңдадым? Өзім мамамын, 25 жыл тәжірибем бар. Осы қалада 2 аптеканы ұстадым. Дәрін қыр-сырын бізге әбден үйреткен. Енді сіздерге мысал қылып келтірейін. Сіздер күнделікті алып атқан тамақтарыңыздың ішінде адамзатқа жақпайтын бөгде химиялық қоспалар бар. Соны біле отыра, сондай затты алып ішіп жатырсыздар, беріп жатырсыздар. Өздеріңіз ішумен жеумен қоймай, балаға да беріп жатырсыздар, балаларыңызға да. Ондай бөгде зат, химиялық, танымайтын, ДНК танымайтын заттар күнделікті біздің ағзамызға түсе берсе, оны қорыту өте қиын. Бауыр сыр бере бастайды. Мына бауыр жировой гепатоз деп майланып атқаны, ұйқы без істен шығып атқаны. Неге ұйқы бездер қазір елдерінде барлықтарында екінші диабет, екінші тип диабет деп атыр? Неге давлениесі бар? Қан қысымы өте жоғары болып атыр, 200-ге дейін секіріп атыр. Неге тамырлары шыдамай жарылып атыр? Неге инсульт, инфаркт болып атыр? Неге онкология болып атыр? Рак аурумен біздің Алматыдағы больницада балаларға орын жоқ, детский онкологияда. Не болып қалды бәрімізге? Атам замандағы қазақ денсаулығы өте мықты болған елдің бірі еді. Қазір не болды бізге? Сол химиялық заттар біздің ағзамыздағы ол молекулды оқи алмай қалады. Ол молекулды ары қарай химиялық зат болғаннан кейін соңына дейін ез алмай қалады бауыр. Олар басқалармен бірге байланысып, біз танымайтын, тіпті никакой клинический фармаколог моргта ашқан кезде танымайтын затқа аумасып кетеді ішімізде. Бауыр деген қоқиып қалады, көкпеңбек болып, қап-қатты болып. Шек деген, шекті ұстасаң, шек деген бұжыр етіп тұрады. Не керек? Іш құрылыстың бәрі іріп шіріп тұрады. Соны сіздерге ескертейін деп отырмын. Соған сақ болыңыздар деп отырмын. Ал енді зат алмасу кезінде жасушаны өзін жұмысын атқару үшін жан-жақтан қорғау керек. Неден қорғау керек? Осындай заттардан, стресстерден қорғау керек. Стресс деген ядерный реакция сияқты свободно радикалдық процесті тоқтамайынша жүреді ол. Ядерный реактордағы цепной реакция дейді ғой, тоқтамайтын реакция ол. Сіздер ойлайсыздар, іштен кетпейді. Іштен кетпейді. Күйгелек ашуланшық адамдар қатты ашуланған кезде осындай цепной реакцияны запускать етеді. Егер де ағзамызда тура сол моментте дұрыс тамақтанбаған адам болса, күнделікті стресс алып отырса, кредит алып ап мойнына, оны қалай жабам? Ойын бәрі тек қана сол жерде болса, ол ойдан демалмаса адам баласы деген осындай реакцияларға тап болады. Ол реакцияларды тоқтату үшін керемет антиоксиданттар керек. Сондықтан күнделікті біздің ағзамызға жан-жақтан жасушаны қорғайтын, жасушаның сырты екі қабатыда майдан жаратылған дүние. Сол жаңағы радикальный процесс болған кезде кислород атомы ұшып кетеді, күйдіреді, майды күйдіріп жібереді. Соны қорғау үшін бізге антиоксиданттар өте қажет. Егер де ағзамызға күнделікті керемет
күші көп, уақытымен ұзақ жұмыс жасайтын антиоксиданттар түсіп тұрса, онда біздің жасушамыз қорғаныста тұрады, өзінің жұмысын жан-жақты жасай береді. Ал сау бір жасуша, оның күші деген ауру жасушаға қарағанда 450 есе асады. Сау жасушаның өзінің энергетический потенциалы, оның күш қуаты өте керемет. Ал сау жасуша деген не? Егерде бауырдың жасушасы тап-таза болса, май баспаған, сыртқы май ол түк емес, сыртына май басқан ол түк емес. Жасушаның ішіне кіріп алып, жасушаның ішіндегі май жаман. Жасушаның ішін май басып тастайды. Сонда бауырдың жасушасы жұмысын істей алмай қалады. Істемей тұрады. Ал о жерде бізде синтез, зат алмасу сол жерде. Токсиндардың бәрін, жаңағы улы заттың бәрін бізге улы зат емес қып шығарып беретін сол жер бауыр. Бізге ағзамызға керек заттың бәрін шығарып беретін бауыр. Керек емес заттың бәрін шығарып тастайтын ол бауыр. Бауырдың жұмысы өте көп, өте маңызды. Одан қаласа гормондардың бәрін синтез жасайды. Бүкіл ішкен жегеніміздің бәрі бауырдың жасушасынан өтеді. Ал біз болсақ, бауырды жировой гепатоз деп отыра береміз. Бауырға көмек керек. Сол бауыр тазаланған кезде, таза бауыр өзі қаншама жұмысын жасайды. Бауыр таза емес болса, онда көздің, сіздің жанарыңыз нашарлайды деген әңгіме. Бауыр мен көз тікелей байланыста. Өйткені таза қанды бізге беретін бауыр. Енді біздің өнім қайта-қайта осы зумға шыққан сайын, елдің алдына шыққан сайын, мен айтатын бұрынғы біздің өзіміздің ұстанған тамағымызды балаларға да соны үйрету керек, соны беру керек. Кімде-кім подсолнечный жаңағы магазиннің майына тамақ істесе, ертеңнен бастап оны қойыңыздар. Тамақтың бәрін тоң майға, болмаса таза сиырдың майына жасаңыздар. Кәдімгі тортасын айырып тастаған сиырдың майына істеңіздер. Ол сіздерге, ұрпаққа өте керемет дүние. Ойлау қабілетіне өте керемет дүние. Одан артық затты табиғаттан басқа ешкім ойлап тапқан жоқ осы уақытқа дейін. Міне, бір кітаптың ішінде қандай зиян келтіретін түгел жаңағы дәлелдеп берген. Подсолнечный майдың бір жаңа несін айтып кетейін, лептин деген гормонды басып тастайды. Ағзамызға егерде осындай дұрыс майлар, тоң майлар, әбден қаныққан майлар дейді бұны. Қаныққан май деген ол қандай май? Көз алдарыңызға елестетіңіз, сіздер қонақ шақырдыңыздар. Ұзын үстелдің үстінде бүкіл қонақтарыңыз келді. Бір бос орын жоқ. Ол қаныққан май деп есептеңіз. Ұзын үстел углерод, жан-жағына тұрған ол водородтар. Қаныққан майларда түгел орындықтарын бәрі біреуі де бос емес. Оның ортасынан ешкім кіре алмайды. Бөтен жан. Өйткені бәрі занят. Бәрі отыр өз орындарында. Қаныққан май деген осы. Қанықпаған май деген орталары бос. Қанықпаған май да бізге керек. Бірақ олар бізге сіңіп, дұрыс жұмысын атқару үшін оны қорғау керек. Тез күйіп кетеді. Бөтен адам кіріп кетеді. Өйткені ортасында бос орын бар. Ол қанықпаған май деген әңгіме. Сол бос орынды бөтен ешкім кірмесін деп ұстап тұратын антиоксидант.
түсінікті айтып жатқан сияқтымын, қарапайым тілмен. Ал енді жаңағы мен айтқан подсолнечный май, ол подсолнечный май да емес негізі, бөтелкелеп сатып жатқан. Әбден ішіндегі пайдалы заттың бәрін алып тастаған, ішінде түк қалмаған, түрі ғана май. Соған тамақ істеп, ұдайы соған тамақ істеп жүрсеңіздер, ол бізде не істейді? Ондай майлар, қанықпаған майлар аз болса ағзамызда, тек қана осындай майлар ғана кеп тұрса, ол фастфудтар, мен сізге айтайын. Ондай майға кәпшкөні қайта-қайта фри деп майын ауыстырмайды ғой, байқайсыз ба? Қайта-қайта салып алып балаларға беріп жатыр. Балалар соны жеп жатыр, кішкентай балалар. Ол ағзасына түскеннен кейін қабыну процесіне кәдімгідей кіріседі. Жасушаның сыртын бәрі қабынып тұрады. Ол қабынып тұрғаннан кейін лептин деген гормон бізге миымызға, ол майдың ішіндегі гормон, қаншалықты май бар запаста, соны айтып тұратын гормон негізі. Қабынып тұрған жерде жасушаның жанында лептин гормон жұмысын істемейді. Миға информация бармайды. Ми білмейді қаншалықты запас бар. Май деген біздің майымыз, іш майымыз, сырт майымыз, ол стратегический запас дейді оны. Керек кезде шығаратын запас. Содан алып тұрады, керек кезінде кеп тұрады. Соны білмей қалады, өйткені гормон лептин істемей қалады. Осы жерден міне проблема деген жетеді. Осы жерден басталады. Ми көрмейді, ми ұқпайды. Мына жерде мен тойдым деген сигнал келмейді. Өйткені ми мына жақта түк жоқ екен деп ойлайды, запас жоқ. А мына жақта адам баласы тамаққа тоймай жей береді. Ана айтымда көрдіңіздер ғой. 300 килограмм, 200 килограмм адамдар келіп жатыр. Міне проблема сол жерде. Гормон лептин отключен ол жерде. Ішкен жегені, не ішіп жатқанын, не жеп жатқанын сезбейді. Дәм жоқ. Сондықтан алданып жатыр. Ішіне химиялық заттарды салып береді. Ой, керемет екен деп соны ұрып алады. Не ішіп, не жеп жатқаны, тіпті иісі де мұрында иісін сезбейді. Мына тіл дәмді сезбейді. Сондай нәрсе болып жатыр. Ал бара-бара ондай жаңағы зат алмасу осы жерде дұрыс емес, ең басынан бастап. Бара-бара өте қиын. Ондай майларды ағзадан шығару қиындау. Ары қарай жасушаға жетпегеннен кейін ағзамызға дұрыс витамин, минерал, ондайларды, антиоксиданты бар заттарды жемесе, бара-бара ол өте жаман нәрселерге апарады, жаман ауруға шалдығады. Болмаса басқа бір ауру күтіп тұрады. Өйткені иммунитеті де тура сондай. Бәр жерде, бір жер ғана емес, бүкіл жерде сыр бере бастайды. Барлық жеріміз дұрыс емес кетеді. Осыны бізге жасап жатыр, міне, экспериментті. Міне, анығымен айтып жатыр. Политика и деньги. Бұл біреудің бизнесі, анау біреудің ақшасы. Біздің білместігімізді пайдаланып, сауатсыздығымызды пайдаланып, осындай нәрсе жасап жатыр. Осыны айтып қояйын дегенім. Қазіргі заманда біздің ағзамызға ауадай қажет осындай заттар, биоактивный заттар. Бұны біздің тамағымыз деп айтса болады. Күнделікті ағзамызға осындай заттар түсіп отырса, біз жасушаны көп нәрседен қорғаймыз. Бізге мысалы энергия керек. Міне, АТФ деген энергия бар. АТФ деген энергияны қайдан аламыз біз? Қайдан аламыз біз? Біз майдан аламыз оны. Міне, глицерин, жирные кислоты дейді. Амин қышқылдарынан аламыз біз оны. Осының бәрін қорытып отқан кезде бізге АТФ деген энергия керек
келеді. Энергиямыз жоқ болса, ұйқы да қанбайды, жұмысымыз да істелінбейді. Энергия жоқ. Жаумен күресетін қуат жоқ. Жау шаба береді бізге. Біз әлсізбіз. Бізге тамақтан алып отыратын энергия қажет. Тамақты сол үшін ішеміз. Энергия алу үшін. Енді зат алмасу процестер біздің ағзамызда бәсеңдесе, дұрыс жолмен жүрмесе, онда бітті. Қанның құрамы өзгере бастайды. Қан қоюлана бастайды. Қою қанның ішінде дұрыс. Ештеңке дұрыс болмайды. Қан өзінің 22 секундта башпайыңыздан миға дейін бару керек. Одан 22 секунд емес, 23 секунд емес. Айтайық, 26 секундта барса не болады? Қаншама хим реакциялар жоқ болып кетеді. Қаншама затты үлгермейді жасап. Қан өзін айланғанын бәсеңдетсе, қандағы майлар, ерімеген заттар, плюс стресс, плюс көп дәрі ішкен адамдардікі қаны қоюланып отырып, жабыса отырады. Тамырларға. Тамыр бітеле бастайды. Тамыр бітелгеннен кейін, әбден бітелгеннен кейін, о жерге кальций келеді. Өйткені біреу айтты, подружкасына, ойбай кальций ішу керек екен деп. Ойбай кальций керек деп, ана кісі кальций ішеді барып. Дұрыс емес кальциймен ананың бәрі өстіп топталады. Сөйтеттігі тамырдың бәрі бітеледі. Ойбай не болып қалды? 50-ге келмей инфаркт болып қапты, кетіп қапты, тромбо болып қапты, кетіп қапты, ажалынан бұрын кетіп жатыр. Осындай жағдай. Бізге қанның құрамын дұрыстау керек, ағайын. Енді осы өнімді таңдағаным себебі осы. Ең біріншіден осы өнім Малайзиядан шығарып атқан ең біріншісі қанның құрамын қалпына келтіреді. Жасушаны қорғайтын көптеген антиоксиданттар бар бұл өнімде. 8 түрлі, 8 жақтан қорғайды. Одан басқа қанықпаған майлары бар. Одан басқа рақтан қорғайтын заттары бар. Одан басқа бауырды тазалайтын заттар бар. Одан басқа бүйректі тазалайтын зат бар. Күнделікті рак клеткасынан қағып тастап отырып, бізді қорғап отыратын заттар бар. Мидың жұмысын өте жақсы деңгейге шығарады. Сондай заттар бар. Тікелей бізге қанның құрамын жасартатын дүниелері бар. Енді дұрыстап қарайық, Нұрлан мырза, слайдты көрсете беріңіз. Біздің IGCERA деген. Міне, денсаулыққа өте керемет зат IGCERA деген. Міне, міне, денсаулық үшін. Табиғаттың сыйы дейді, жақсы денсаулық үшін сіздерге арналып отыр. Бізбен бірге жасарыңыздар. Бізбен бірге дерттеріңізден айырылыңыздар. Әдемі қартайыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. 8 жақтан жаңа қорғайды дегенім, ең біріншісі бұның ішінде не бар? Гидрокситиразол деген дүние бар. Зейтін майын алған кезде бетінде әппақ көбік болып шығады екен. Мен Турцияға барған кезде бір несіне бардық, осындай зейтін май шығаратын жерге апарды, таудың ортасында. Сонда осындай әппақ көбікті сатып жатыр. Кішкентай ғана бір ыдыста $38 деді ау деймін. Бізде ол бар. Полифенолдары өте көп. Антиоксиданттары өте көп. Қабын батқан жердің бәрін басып отырады. 100% табиғи. 1 грамм артық заты жоқ. Химия жаңағы. Пестициды дейді анандай. Өнімді көп берсін деп жаңа пышылдатады сыртынан. Бұны қалай дәлелдейді? Сертификат бар. Шикізатқа сертификат бар. 100% табиғи зат. Бізге адам баласының ағзасына зиян келтіретін заты жоқ деген әңгіме.
сол жаңағы ары қарай ауыстыра беріңіз. Гидрокситиразолдың біздің ағзамызда жасайтын жұмысы қандай? Не істеп береді ол бізде? Бұл жаңағы денсаулықтың кілті дейді. Ал енді мына куркумин деген дүние бар тағы да. Куркума дегенді білесіздер. Соның ішінен ең пайдасы зор куркуминді шығарып алған. Куркуминді шығарып алғандары химиктарына мың алғыс. Мына таза куркумин біздің ағзамызда ең бірінші қабынып тұрған жердің бәрін басады. Тамырлардың бәрін тазалайды. Сүйектің арасында бізде сүйек қабынып тұрады. Шеміршек солардың бәрін қалпына келтіреді. Когнитивный деген ол жаңағы біздің ойлау қабілетіміз, біздің жаңағы ұмытшақтылығымыз солардың бәрін қалпына келтіреді. Миымыз жақсы жұмыс істей бастайды. Көп информация сіңеді бізге, ақпараттың бәрі. Бас ауырмайды. Бауыр жиналып қалған токсиндерін шығарады. Осыған дайын болыңыздар. Осыны ішіп отқан кезде, бір кезде жаңағы ханым айтқандай, қайтадан давлением көтеріп кетті дейді. Ол уақытта не істейміз? Ол уақытта сіздер былай түсініңіздер, бауыр түп жағынан тазалап жатыр. Бер жағын тазалап болды, бер жағындағын шығарды. Енді түп жағынан жасушаларды тазалап жатыр. Түп жағынан бауырға жиналып қалған қоқыстар қанға шыққан кезде ми оны жақтырмайды. Бас ауырады, давление көтеріледі. Ондай жерде не істейсіздер? Уже әбден үйренгенсіздер. Таңертең біреу, кешке біреу. Бауырға көмектесіп жіберіңіздер. Тогда раққа қарсы дейді. Содан кейін арықтауға да көмектесетін дүние. Артық салмақ кетіретін. Бір ғана куркумин осындай 100 жылдан бері осындай заттарды бұрыннан бері біледі, ғасырлар бойы куркуманың пайдасын. Тағы да паразиттерді шығарады бұл. Өттің жолында тұрып қалған паразиттер, бауырдың ішіндегі паразиттер, шектің ішіндегі паразиттер, мына куркуминге шыдамай өздері жыбырлап шығады. Оны да көресіздер. Мықты тазалағыш. Тағы да не бар? Япониядан келген сакура, жимнемна сильвестр. Бұны Бразилиядан алады, бұл жапырақтарды. Бұл не істейді? Бұл қант диабеті. Тәттіге құмарлықты, әуесқойлыққа, тәтті жейтін ханымдар, мырзалар, тәттіге әуесқойлықты қою керек. Ол айтқанмен пайдасы жоқ. Осы біздің эджисераны ішкен кезде өзінен өзін тәтті жегіңіз келмей қалады. Қанты жоғары болса қалпына келеді. Холестерин. Дұрыс холестеринді қалдырады, керек емес холестеринді жаңағы шығарып жібереді. Сонда бізде тамырымыз таза болады. Ұйқы безде инсулин дұрыс шыға бастайды. Тағы да қабынып тұрған жерлерді алып тастайды. Ол өте керемет. Қантты көп ішкен, тәттіге құмар адамдар ісініп тұрады. Артық сол ісікті алып тастайды. Туалетке қайта-қайта жүгіруі мүмкін ондай адамдар. Ары қарай не бар? Кіші дәретпен. Өйткені артық қант деген өзіне су тартады. Сол артық суды шығарады. Куркумин бар, ары қарай ауыстыра беріңіз. Сакура. Не Япониядан алдыратын сакура. Бұл керемет антиоксидант. Керемет. Бүкіл теріге өте керемет осындай әсерін береді. Теріміз тез ауысады. Жап-жаңа тері тез шыға бастайды. Бұл жерде қанықпаған майы бар. Жаңағы мен айтқан.
Бұл жерде терімізді жаңартады, жасартады, ағартады, коллаген шығарып береді. Алапес болып тұрған жерлердің бәрін қалпына келтіреді. Теріні токсиндерден босатады. Теріге де токсин жиналады. Мысалы, сіздер қандай порошок қолданасыздар, қандай шампуньмен бастарыңызды жуасыздар, қандай сабын үйде, оның бәрі теріге әсер етеді. Кешке дейін хлормен, кейбір тазалықты жақсы көретіндер бар ғой, Доместос, ойбай, Комет, хлорды ескейтін адамдар, ұйқы бездеріңізді аяңыздар. Хлор ұйқы безге барғаннан кейін йодты шығарып жібереді, йодтың орнына хлор тұрып алады. Ұйқы без өзінің жұмысын атқармай қалады, сол кезде атқара алмай қалады. Содан кейін қайта мынандай деген жөтел шығатын адамдар, біз Нейджесераны ішкен кезде, мен сіздерге айтайын, сіздің хлорыңызды шығарып жатыр ұйқы безден. Сонда егер болып жатса, құрғақ жөтел. Өте көп. Бір-біріне теріде қантты көп жеген адамдардың жасушалары бір-біріне жабысып қалады. Сол жабысып қалған жасушаларды ажыратып тастайды. Антиоксиданттары сондай керемет. Бізде иондарды плюсті плюс қып, минусты минус қып береді. Өте керемет. Водородты орнына қояды. Кислородты жібермейді. Бұлқан-талқан жасауға. Радикалдарды жібермейді. Сақтап қорғап отыратын осы сакура. Енді мына жерде барлықтарыңыз білетін гранат. Анар дейміз. Бұның кереметтігі гранаттың дәнін алған. Сол гранаттың дәнінде өте керемет пуниколлаген мен пунический қышқылы бар. Тікелей ракпен күресетін дүние бұл. Бұны жаңағы испытание, исследование жасаған. Біздің ер азаматтардың рак простаты, кеудесіндегі рак әйелдерде. Үлкен қан қысымы барларға өте керемет. Артрит, жаңағы буындар ауыратын адамдар жүре алмайды. Сосын кейін жаңағы ерлі-зайыпты арасында бала болмай қалған, бедеулік, ер адамның әлсіздігі, бактерия мен грибокты шығарып тастайды ағзадан. Энергия пайда болады. Бұл жерде жаңағы тренировка жасаған кезде, жаттығу жасаған кезде қосымша энергия береді. Бізге энергия өте қажет. Біздің Нейджесераны ішкеннен кейін қимылдағыларыңыз келеді. Артық салмақ кетеді, артық ісік кетеді, сынып тұрғаныңыз. Энергия пайда болады. Сол кезде диванда отырып қалмай жаттығу жасаңыздар, билеңіздер, көп қимылдаңыздар, буындарды ары-бері қозғалтыңыздар, су ішіңіздер. Өздеріңіз көмектесіңіздер. Содан кейін бір 21 күндей жеңіл желпі тамақ ішуге тырысыңыздар. Қазір не көп жаңағы дұрыс тамақтану деген ютубта не бір рецепттер бар. Дәмді де, пайдалы да заттарды жеуге тырысыңыздар. Өз жаңағы Алла тағаланың берген аманатына қиянат жасамай, соншама ақша жаратып отқаннан кейін сізге көмекке кеп отыр Малайзиядан осы продукция. Соған өздеріңізде кішкене әрекет жасап көмектесіп жүріңіздер. Тағы да не бар бұның ішінде? Мынау енді жемістер. Голубика дейді, бузина дейді, анау қара жидек, анау таңғурай. Бұлардың бәрі өте керемет антиоксиданты өте көп. Бұның ішінде антиоксидантпен бірге антоциан да өте көп. Бұлар қартаю процесін тоқтататын, бәсеңдететін заттар. Бұны
жаңағы осы жидектер не істейді? Біздің ойлану қабілетімізді қалпына келтіреді. Өте мықты антиоксидант дейді. Свободный радикал. Міне, рактың причинасы біздің ағзамызда стресс болсын, химиялық зат көп ішкендер болсын, жаңағы ауыр жұмыс істеп, жаңағы демалмайтын адамдар, облучение алатын адамдар. Сіздер ойлайсыздар, облучениені қайдан алады? Бізде жаңағы ешқандай полигон ештеңке жоқ қой деп. Облучение алатын адамдар кешке дейін компьютерда отырған жастар кәдімгідей облучение алады. Ары бері жаңағы самолетпен ұшқан кезде ары бері неден өтеміз ғой, ол да облучение береді. Қайта КТ, МРТ. Екі қабат кезде ойбай жаңағы гендер пати жасайым, іштегі ұлма қызба соны білем деп қайта УЗИге түскен жастар болса, керек емес, қайта түсудің қажеті жоқ. Соны тоқтатыңыздаршы, айналып кетейін қазақтар. Іштеріңіз жарылып кетсе де. Дүниеге келген кезде білесіздер, ұлма қызба. Ол да облучение береді. Іште жатқан сәбиге кәдімгідей облучение береді. Керек па, керек емес па, сондай заттарға жүгіруді қойыңыздар. Бұл жерде жаңағы денсаулыққа жан жағынан пайдасы өте көп, суперпродукты дейді. Суперпродукт. Міне өстіп жан жақтан ең біріншісін айтпақпыз, церамиды пшеницы. Неге айжицера деп айтады? Өйткені керамиды болмаса церамиды деп аталады. Ол бидайды өсіріп, соның ішіндегі ортасындағы заттарды алып беріп атып. Салып қойған осының ішіне нанотехнологиямен. Не үшін церамиды, керамиды, пшеницы? Өйткені жасартады. Өйткені біздің терімізге де, коллагенге де бәріне керек зат ол керамиды. Одан басқа бұның ішінде ылғалымызды, жаңа ылғалдықты көбейтеді, әжімдерді басады. Тағы да бұның ішінде белый персик дейді, шабдал. Шабдалдың ішінде өте көп минералдар бар. Бізге керекті минералдар, калий деген, магний деген, өте көп витаминдер бар ағзамызға керек. Бұл да керемет антиоксидант. Шабдалдың ішінде, ақ шабдалда. Табиғи витамин С бар. Аллергияға қарсы шығады. Қабынуды тез басады. Тағы да ракпен күреседі. Тағы да біздің шектегі бездердің бәрін жұмыс еткізеді. Шектің жанында бездер бар. Солардың бәрін жұмыс еткізеді. Олар іске қосылғаннан кейін шек тез 72 сағатта, өйткені төбесі күйіп кетеді шектің. Түгі. Сол түктің төбе жағы тез күйеді, тез істен шығып кетеді. Соны қайтадан қалпына келтіру керек. Оны қалпына келтіру үшін бездерді қимылдату керек. Сол мына бездерге де витаминдермен де, антиоксидантпен де қорғаныс қалады. Біздің шегіміз бәрін дұрыс қорытса, біздің ішкен жегенімізді. Ішіндегі жаңағы паразиттердің бәрін олар шыдамайды. Таза жерге паразит келмейді. Таза жерді паразит ұнатпайды. Сондықтан шектеріміз жылтырап тұрса, бірде-бір тесік болмай, паразит қашады. Өйткені шектің өзінің бөлетін дүниесі оларға ұнамайды. Паразит кіріп алады дағы. Паразит деген енді құрттар ғой, қазақша айтқанда, жалпақ тілмен. Олар шектің ішіндегі pH-ын өзгерте бастайды. Қышқылға айландыра бастайды.
Сондықтан біз жеңілеміз ондай жерде. Олар сол жерді мекендеп жатып алады, өсіп 15 метрге дейін өсіп кетеді, аралап жүріп бала шағасымен. Сондықтан егер ішектің іші дұрыс болса, жылтырап тұрса, гормондары өте улы о жердің, сондай болып тұрса, паразит өзі қашып шығады, тірідей шығады. Ондайды жақтырмайды. Осындай енді бұлардың бәрі осы 8 жақтан қосылып отырып, біздің ауысатын, біздің жілік майдың ішінде жатқан бағаналы жасушаларды қорғап, қоршап, дамуына көмектеседі. Сіздерге естеріңізге тағы салып кетейін. Осы дүниеге келген кезде сіздер бір ақ тал жасуша болдыңыз. Бір ақ тал жасушадан тұлға болып отырсыз. Енді сол жасушаны 8 жақтан қорғап, қоршап, дамытып жіберсе, бұл жасуша келеді дағы, сіздің қай жеріңіз бүлініп тұр, сол жерге барып тұра қалады. Іштен жаңартып береді. Біздің ішіміздегі, ағзамыздағы бүкіл бауырымыз таза болса, шегіміз дұрыс болса, бүйрек жұмысын істеп тұрса, еш жерде қабыну жоқ болса, қайта олар жаңарып тұрса, паразиттар өзінің орнын білсе, жоғары өрмелемесе, болды. Денсаулық деген осы. Ойда түзеледі. Іштегі жаңағы біздің зат алмасуымыз тезделінеді. Бізге қатты тезі де керек жоқ. Бізге бәрі дұрыс болу керек. Ішкен тамағымыз аз мөлшерде ішіп отырсақ та, бәрі сіңу керек. Соны Эйджисера 8 жақтан осыны жасап берген адамдарға мың алғысым шексіз, жан жақтан қорғап, қоршап, бағаналы жасушаны дамытып береді. Таза қан шығарып береді сізге. Бір ғана сүйектің ішінен шыққан бағаналы жасуша сізге 3 түрлі қанның клеткасын шығарып беріп тұр. Ол лейкоцит, ол тромбоцит, ол эритроцит. Егер де излучение болып жатса, облучение болып жатса, онда лейкоцит пен тромбоцит шыға алмай қалады. Эритроцит пен тромбоцит шықпай қалады. Біреуін ғана шығарып бере алады. Күші соған ғана жетеді. Лейкоцитке ғана. Ол ақ қан деген ауру. Сондықтан сіздің қандарыңыз таза болсын. Қандарыңыз еш уақытта қараймасын, бұзылмасын. ДНК-мыз өзін жұмысын дұрыс атқарсын. Осыған көмектесесін осы продукция Малайзиядан келіп тұрған қабыл алдыңыздар. Таңертең тілдің астына ғана сеуіп, ерігенше күте тұрасыздар. Сіз ойламаған жерден дерттің бәрінен құтыласыздар. Бірінен соң бірінен дерттің бәрі сізден қашып кетеді. Осындай ақпаратты жан-жақта бөлісіп отырсаңыздар, қалталарыңызда қаржыға толады. Маркетингі да бұл жерде өте керемет. Жана Төлеуовна, өте көп рахмет сізге, Алла разы болсын. Енді құрметті серіктестер, сұрақтарыңыз болса қоя берсеңіздер болады. Микрофонды қосыңыздар. Записьті өшіріп тастайсыз ба? Емін-еркін сұрақтарын қоя берсін. Көп рахмет сіздерге.